Осыдан тура 16 жыл бұрын, яғни 2006 жылдың 6 қаңтарында Қазақстан парламенті мемлекеттік нышандар туралы жаңа заң жобасын жарты күнде мақұлдап, бұған дейін бейресми түрде әнұранымызға айналған Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденовтің «Менің Қазақстаным» әні бір ауыздан мемлекеттік әнұран болып бекітілді. Сол жиында депутаттар Шәмші атамыздың «Менің Қазақстаным» әнінің оркестрмен өңделіп, түзетілген жаңа нұсқасын тыңдады. Бірден байқалғаны әннің қайырмасынан басқа мәтініне ішінара өзгертулер енгізілген, бірақ әуені толық сақталған. Жұмекеннің сөздерін ауыстырған автор Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі екен. Елбасының авторлыққа таласым жоқ деуіне қарамастан, депутаттардың дені қосалқы авторлыққа елбасының атын қосайық деп жан-жақтан жамырасты. Оларға өр мінезді Амангелді Айталы ғана қарсы шығып, біз Жұмекеннің сөзін жаттап өскен ұрпақпыз. Осы сөзді айттық, айта береміз. Бүгінгі елбасының ұсынысы халық үшін күтпеген жағдай. Мұның кейіннен саяси сыни салдары болуы мүмкін. Тұңғыш президентіміз бүгінге де тарихқа да керек. Сондықтан «Менің Қазақстанымды» Жұмекеннің авторлығымен, Шәмшінің музыкасымен халықтың сыйлап келген қастерлі әні күйінде қабылдауды ұсындым деп батыл ұсыныс айтты. Бірақ Қуаныш Сұлтанов, Бекболат Тілеухан бастаған депутаттар Назарбаевты мақтап ақырында көпшілік дауыспен елбасын қосалқы автор етті. Алаштың абзы, ақиқат сөздің алдаспаны, Амангелді ағаны Алла тағала өз панасын алсын. Рухыңыз пейіштің төрінде шалқысын.